Достар, білем, көпшілігіңіз Гренни ойынын білесіздер. Білесіздер деп ойлаймын енді. Өйткені Қазақстанда бұл ойын өте атақты болды. 2019 жылы YouTube'та жаман хайп болған ойындардың бірі деп айтуға болады. Көпшілік адамдар осы ойыннан қорыққан болатын. Мен де кезінде Гренни ойыннан видео түсірген болатынмын. Шын айтсам, маған ондай қорқынышты болған жоқ. Ух ты. Ой! Ой! Шошып кеттім ғой, достар. Қаяқтан шықтың о? Жоқ, достар, бұл мен емес. Короче, достар, бүгін осы ойыннан мульт обзор болады. Лайктарыңызды басыңыздар, ал кеттік. Жалпы ойын туралы айтатын болсақ, Гренни ойынын Developer атты компания шығарған болатын. Бұл компания сонымен қатар Slenderino ойынын шығарған болатын. Оны да мен ойнаған болатынмын. Иә, ол ойында қорқынышты емес. Ух ты! Ты құрсын шоштай бердің ғой, мені құрсын шоштай бердің ғой. Надоелым шығардың сен уже мен шоштым. В общем, компания смартфондық ойындар арасында шынымен де атақты ойындар шығарды. Және мен ойымша, бұл ойындарды әлі күнге дейін көп адамдар ойнайтын секілді. Достар, егер сіздер әлі Гренни ойнайтын болсаңыздар, бұл видеоға лайк басып кетіңіздер. Лайк жинаудың амалын мен білем. Гренни ойыны 2017 жылы шыққан болатын. Алайда мен ойымша, көбі тек 2019 жылдан кейін айта бастаған сияқты. Егерде Play Market'тен бұл ойынды қанша адам жазғанын қарайтын болсаңыздар, сіздер шокта боласыздар. 100 миллионнан көп адам бұл ойынды жазыпты. Бұл шынымен де мұндай ойынға өте мықты результат деп айтуға болады. Ойынның өзі ондай сапалы болмаса да, бірақ өзінің қызық геймплейімен көп адамды қызықтыра білді. Білмеймін, бәлкім ютуберлер пиарлап жіберген шығар, бірақ ойын Қазақстанда өте атақты. Бәріне сәлем, сіздермен Армани, және бүгін біз Греннини жалғастыратын боламыз. Егер де білмесеңіздер, менің негізгі арнамда Гренни туралы видеолар 75 мың, 132 мың просмотрлардан жинаған болатын. Ал бұл мульт қанша просмотр жинайды екен? Мен ойымша, бұл арнада ондай просмотрлар болмайтын сияқты. Бірақ сіздер қолдасаңыздар, бәрі де мүмкін. Так, мен статистика айтып кеттім ғой, ойынға қайтан кеттік. Ойынның графикасы туралы айтатын болсақ, енді мына жерде бәрі өте жаман. Ойын қанша жерден смартфондарға жасалса да, графика өте нашар. Көптеген ойындар бар смартфондарға жақсы графикамен, ал бұл ойын как будто бір 2005 жыл шыққан сияқты. Ойынның сюжеті туралы айтатын болсақ, ол жоқ. Сіз қорқынышты кемпірдің үйінен шығасыз, және сізге барынша кемпірге көрінбей тез бұл үйден кету керек. Ал үйден кету оңай емес. Сізге бірнеше заттар жасау керек болады. Кілттер іздейсіз, бірдеңелер ашасыз. В общем, ойынды жарты сағат ішінде ұтып тастауға болады. Әрине, егерде сіз жақсы ойнап білсеңіз. Бірақ жарты сағатқа да жетпей ұтуға да болады. Егерде сіздер бұл ойынды жарты сағаттан бұрын ұтқан болсаңыздар, комментарийға жазыңыздар онда. Қанша минут ұттыңыздар бұл ойынды. Егерде сізге қорқыныш керек болса, сізге осы Гренни ойынын ұсына аламын. Әрине, кейбір адамдарға бұл ойын қорқынышты болмауы мүмкін, бірақ сонда да. Ойынға бал қоятын болсақ, мен 7-тен 10 қоямын. Ал сіздер достар қанша бал қоясыздар? Жауабын комментарийда күтемін. Ал давайте, каналға тіркелейік, лайк басайық, сау болыңыздар. Ой!